Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ерекше таңғы астың рецептісін ұсынамын. Жасалуы өте оңай, қарапайым. Ол үшін алдымен осындай аскөгімізді турап аламыз. Одан кейін бір штук помидорымызды ұсақтап тураймыз. Екі дана жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Помидор аскөгімізді сол ыдысқа салып араластырамыз. Оның үстіне сыр қосамыз. Табамызға сұйық майды құйып, табамыздың барлық жеріне сұйық майымыз тиюі керек. Мінекей барлығын жағып болдық. Енді осының үстіне лавашымызды қоямыз. Егер дүкеннен дөңгелек лаваш тапсаңыздар, дөңгелек лавашпен істеген оңайырақ болады. Міне 4 бұрышты лаваш, осының ішіне дайын болған затымызды құямыз. Мінекей барлығын құйдық. Енді осыны ішіндегі заттары төгіліп кетпейтіндей етіп орап шығамыз. Яғни лавашымызды жинастырамыз. Барлығын жинастырып болдық. Енді осының астын орташа отқа қойып, табамыздың қақпағын жабамыз. 5 минут қана пісіреміз. Бетін міндетті түрде жабуды ұмытпаңыз, себебі ішіндегі жұмыртқамыз пісуі керек. Мінекей дайын болған лавашты аударамыз табамызға. Қызарып, лавашымыз пісті. Тағы да бетін жабамыз. Осылай 2-3 минут қана ұстаймыз. Өйткені ішіндегі жұмыртқамыз пісіп қойды. Тек лаваштың сыртқы бөлігі ғана қытырлап піссе, қызарса болды. Міне біздің таңғы асымыз дайын болды. Қытырлақ, дәмді болып шығады. Ең бастысы табаңыздың бетін жабуды ұмытпаңыз. Ас болсын, жасап көріңіздер. Лаваштан жасалған осындай конвертикті таңғы асқа ұсыныңыз. Ас болсын.